Мектеп тәрбие білім беретін мекеме. Білім беру жүйесінің негізгі буыны. Ал оның қызметінің табысты болуы мектеп директорының жұмысының тиімділігіне байланысты. Өзім басшылық жасап отырған мекемеде тиімді басқару мен басшылықты қалай жүзеге асырамын? Басшылық қызметімдегі алғашқы күннен осы сұраққа жауап іздеп, ой ерлегінен өткізе келе, келесідей кәсіби көзқарастарға бағытталғанда ғана шешім тапқандай болдым. Бірінші көзқарасым үнемі білімімді жетілдіріп, табысты адам болу. Көшбасшы болу үшін оқушы болып қала беру керек пе еді? Бокс бапкері Джон Вуден айтқандай, әрқашан жаңалыққа ұмтылып, үйренгенімді әріптестеріммен бөлісіп, үнемі ізденіс үстінде боламын. Еңбек жолымда мектеп басшыларына арналған өрлеу біліктілікті арттыру орталығының тұрақты даму жағдайында білім беру сапасын басқару жаһандық құзыреттілік 80 сағаттық курстарынан өттім. Және осы біліммен өз ұжымыммен бөлісудемін. Келесі көзқарасым мықты команда құру. Команда дегеннің өзі не? Ол мақсаттары ортақ, бір іске жұмылдырылған адамдар тобы. Адам жалғыз өзі көп нәрсе бітіре алмайды. Үлкен істерді бітіру үшін мықты команда керек. Осы орадағы мақсатым командадағы әр адамды өсіру, жаңа деңгейге көтеру. Үшінші көзқарасым басшы емес, командамен лидер болу. Көшбасшы болу оңай емес. Эмоционалды зердеп басшылар үшін аса қажетті дүние. Эмоционалдық интеллект ұғымын қарастырған Дэниел Гоулманның жазуынша, лидердің негізгі міндеті адамдардың көңіл күйімен жұмыс жасау дейді. Лидер әр адамға сөз табады. Лидер эмоционалды интеллигент болуы тиіс деген екен. Басшының көңіл күйі әлбетте тұтастай ұжымға әсер ететін белгілі. Тұнжырайып, үнемі қабағын шытып, кез келген мәселені айқаймен, өктемдікпен шешуге тырысатын басшы басқарып отырған ұжымның сол күнгі істерін өнімсіз, көңілдерін түсіңкі жасайды. Ал кез келген сәтсіздік пен проблеманы салқындықпен қарап, байсалдылықпен шешетін лидер ұжымға әрдайым көтеріңкі көңіл күй сыйлап, жұмысқа жігерлендіретіні, ынталандыратыны анық. Мектеп басшысы ретінде мектепке кірген беттен позитивпен, энергетикамен, шабытпен кірісетін болсам, командамда жігерлі, мықты, алға ғана талпынған адамдардан тұратынына кәміл сенімдімін. Үшінші көзқарасым болашақты көре білу. Болашақта не көре аласыз, соған ғана жетесіз деген Джон Максвеллдің сөзін ұстанамын. Болашақты көре білу көшбасшының барлығы болып табылады. Бұл қасиет міндетті түрде болуы керек деп есептеймін. Неге? Өйткені көшбасшы ретінде өз мектебіңіздің жетістіктері мен кемшіліктерін, мүмкіндіктері мен қауіптерін үнемі бағамдап, болжап, болашаққа бағдар жасайтын мүмкіндік туындаған кезде ғана ұжымның қажеттіліктерін қамтамасыз ете аламыз. Сондықтан мектептің бүгінгі жай-күйін талдау, оны білім алушылардың, ұжым мүшелерінің, ата-аналардың, әріптестердің қажеттіліктеріне қарай ескеріп, өзгерту, стратегия жасау, болашаққа бағдар жасауға мүмкіндік береді. Бесінші көзқарасым бұл адал болу. Адалдық жаныма дос. Адалдықты сақтаудағы басты мақсатым ұжымның, білім алушылардың, шағын орталықтағы балалардың бойына адалдық, парасаттылық, сенім құндылықтарын сіңіру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Осыған байланысты мектебімізде адал ұрпақ еріктілер клубы жұмыс жасайды. Адалдық дүкені қызмет етеді. Адалдық сағаттар өтіп жатыр. Әр азаматтың борышы өз еліне адал қызмет ету.